Үй жағдайында дәмді етіп донер әзірлейміз. Лаваштың тестасын жасалу жолын описаниеға қалдырып кетемін. Описание арқылы ссылкамен өтіп көре аласыздар. Лаваштың үстіне азғана майонез, кетчуп жағып, ұзынша етіп туралған помидорымызды, колбасамызды, огурцымызды, сырымызды және корей теркасынан өткізіп, майға қуырылып алған картобымызды саламыз. Үстінен салат жапырағын қоямыз. Осылай әдемілеп тұрып ораймыз. Істеп көріңіздер, өте дәмді, жүрекке тимейді. Тағы да осылай, дәл осылай кетчуп, майонез жағып, дәл сондай етіп қойып шығамыз. Егер сіздерде ет болса, яғни фарш болса, сол артта жаңағы етіңізді суға пісіріп алып, фаршыңызды кішкене ғана қуырып пісіріп алып, оны да осылай ортасына колбасаның орнына қойсаңыздар болады. Енді өз қалауларыңызша. Егер жылдам әзірлегіңіз келсе, міне осылай колбасамен де докторский, яғни халал колбаса, немесе осылай жасасаңыздар болады. Картопты обязательно қосыңыздар, өте дәмді болып тұрады картоппен де. Осылай әдемі етіп орап қойсаңыздар, дастарханда да сәнді көрінеді, жегенге де приятно. Істеп көріңіздер. Ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа жеңіл, тез әзірленетін рецепттер бар. Кіріп, тіркеліп көріңіздер. Ас болсын.